50 жас, 60 жас, орта жасқа келген көптеген жасы ұлғайып қалған кісілерде мына тізе көзіндегі сілекей сұйықтық түгей бастаған себепті мына тізе көзіңіз дәл осылай отырып тұрған кездерде тізе көзіңізді ашып иіп жазып әрекетке келтіргенде қарт құрт еткендей қажалғандай дыбыстар шығып алып жол жүруіңіз қиынға түсетін, салмағыңыз артып кеткен себепті тізе көзіңізге салмақ түскенде тізе көзіңіз дәл осындай міне қызарып тұрған жері қажала бастайтын. Осы себепті бір жақ аяғыңыздан сылтып сүйретіп басып қалған жайттер бар кісілер бар болсаңыз, бұлай істеп әуре болып жүрмеңіз. Тек қана мынаған сұйықтық өкіл ине құйғызып көрсеңіз де ешқандай өнімін көрмесеңіз, онда мына Қытайдан алынған сырттан жағатын жақпа майымызды жағып беріңіз. Сізде ет пен тері арасындағы ісік сулы жайттеріңізді айдап береді. Мына сүйек пенен буын арасындағы желғоздан болған суықтарыңызды айдай отырып, дәл осы мына чемірчектерге азықтық жеткізіп беру арқылы тізе көзіндегі мына чемірчектердің черчеуге айланып кету жайттерін жақсартуға болады. Егерде дәл осы видеомды көріп отырған сіздің де тізе көзіңіздің сілекейі төгіп, мына черчеуге айланып бара жатқан жайттерден жол баса алмай ақсақтап қалған ахуалдарыңыз бар болса, әзірдің өзінде видеома лайк басып, тезден жекелігіме дұрыс болған байланыс нөміріңізді қалтыра кетсеңіз, мен сізбен кері байланысқа шығу арқылы ревматизм, желғыз жайттеріңізден жақсаруға көмектесемін.